Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айған Зұлпиева. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Және каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаның белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен 4-ші тоқсанға арналған 8-ші сыныптың БЖБ 1-ші тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бұл тапсырманың орындалу уақыты 20 минут. Бірінші тапсырма: оксидтерді жіктеп химиялық қасиетін сипаттайтын реакция теңдеулерін жазыңыз. Тұз түзетін оксидтерді сәйкестендіріңіз дейді. Енді бұл жерде оксидтің түрлері 3: негіздік, қышқылдық, амфотерлі. Енді осы берілген оксидтерді 3 топқа бөліп жазамыз. Бірінші негіздікке натрий 2O және кальций О, кальций оксиді. Екінші қышқылдыққа SO2 және P2O5, хром О3 жатады. Ал амфотерліге алюминий 2O3. Бұл БЖБ 15 балдық. Жалпы балы 15 балдық. Келесі тапсырма: бізде берілген оксидтердің, яғни натрий 2O, P2O5, алюминий 2O3 химиялық қасиетін сипаттайтын реакция теңдеулерін сумен, сұйытылған тұз қышқылымен, натрий гидроксиді ерітіндісімен жазыңыз деді. Яғни бұл жерде біз реакция теңдеуін құрастыратын боламыз. Бірінші натрий 2O қосылған H2O. Натрий 2O қосылған H2O, нәтижесінде натрий OH, натрий гидроксиді, яғни реакцияны теңестіреміз. Натрий OH-ның алдына 2 қоямыз. Енді натрий 2O-ға қосамыз. Біз сұйытылған тұз қышқылы, яғни H хлорды қосамыз. Нәтижесінде натрий хлор, ас тұзы бөлінеді. H2O су. Натрийдің алдына 2 қоямыз. Реакция теңеседі және H хлордың алдына 2 қоямыз. Келесі P2O5-ге қосамыз H2O-ны. Нәтижесінде H3PO4 фосфор қышқылы шығады. Реакцияны теңестіреміз. Фосфор қышқылының алдына 2 қоямыз, судың алдына 3 қоямыз. Яғни сутектердің саны 6-ға тең болады. Келесі P2O5 қосылған натрий гидроксиді. Нәтижесінде натрий 3PO4, яғни натрий фосфаты және де бізде су бөлінеді. Натрий OH-ның алдына 3 қоямыз. Натрий 3-дің алдына 2 қоямыз. Натрий OH-ның алдына 6 қоямыз. Сутектердің саны 6-ға тең болғандықтан судың алдына біз 3-ті қоямыз. Келесі алюминий 2O3 қосылған H2O.
нәтижесінде бізде алюминий хлор. Алюминий бастапқыда 3 варианты болғандықтан реакциядан кейін алюминий хлор 3 қосылған H2O нәтижесінде түзіледі. Реакцияны теңестіреміз. Алюминий 2 болғандықтан реакцияға дейін мұнда 2 қоямыз, H хлордың алдына 6 қоямыз, H2O-ның алдына 3 қоямыз. Келесі алюминий 2O3-ке қосамыз натрий гидроксидін, яғни натрий OH-ты. Нәтижесінде натрий алюминий O2 қосылған су бөлінеді. Реакцияны теңестіруді ұмытпаймыз. Натрий OH-тың алдына 2 қоямыз. Натрий алюминий O2-ның алдына 2 қоямыз. Енді сутегімізді санайтын болсақ, реакцияға дейін 2 болды. Реакциядан кейін 2 болып тұр. Оттегіміз бізде реакцияға дейін 3 болып тұр. Реакциядан кейін 3 болды. Демек бізде реакция теңесіп тұр деген сөз. Келесі сөйлемді толықтырыңыз. Қышқылдарды құрамында сутек атомына байланысты нешеге бөлінеміз? Сутек атомына байланысты 1 негізді және 2 негізді, 3 негізді деп 3-ке бөледі екенбіз. Ал оттектің болу-болмауына байланысты біз оттекті және оттексіз қышқыл деп жіктейді екенбіз. Келесі Б тапсырмасы мына металдардың мырыш, мыс, күміс қайсы H2SO4 ерітіндісімен әрекеттеседі. Мүмкін болатын реакция теңдеуін жазып, теңестіріңіз дейді. Енді біз металдардың қышқылдармен әрекеттесуінде біз Бекетовтың қатарына қарайтын боламыз. Енді бұл жерде сутектің ығыстырмауына байланысты білетін боламыз. Мысал ретінде мырышпен күкірт қышқылын әрекеттестіргенде нәтижесінде мырыш SO4 қосылған H2 бізде газ бөлінеді. Суда еритін негіздерді бөліп көрсетіңіз. Мыс гидроксиді, натрий гидроксиді, барий гидроксиді, алюминий гидроксиді.
Енді біз бұл сілтілердің еритінін немесе ерімейтінін біз қайдан білеміз? Ергіштік кестеге қараймыз. Сол кезде білетін боламыз. Көбіне бізде мыс гидроксиді көк тұнбаға түсіп кетеді, сондықтан ол ерімейтін сілтілерге кіріп кетеді. Ал қалған сілтілердің барлығы еритін сілтілерге жатады. Келесі, реакция теңдеулерін аяқтап бізде түзілген тұзды анықтау қажет. Яғни алюминий гидроксидіне қосамыз тұз қышқылы. Нәтижесінде алюминий хлор 3 қосылған H2O газ бөлінеді. Яғни реакцияға дейін алюминий 3 валентті болса, реакциядан кейін де 3 валентті болады. Реакциядан алдын 2 валентті болса, реакциядан кейін де 2 валентті реакцияға түседі. Енді бұл жерде реакцияны міндетті түрде теңестіреміз. Алюминий хлор 3, мұнда 3, 6 H хлордың алдына 3 H хлордың алдына 3 қоямыз. Сутегіміз 6 болады. Мына жерде H2O-ның алдына біз 3 қоямыз. Сол кезде реакция теңеседі. 5-ші тапсырма. Оқушы сабақта төмендегідей тәжірибелер жасады. Мыс ұнтағын қыздырып, қара түсті мыс оксидін алды. Осы қара түсті ұнтаққа күкірт қышқылын құйып, қыздырғанда көк түсті мыс сульфатының ерітіндісіне айналды. Бұл ерітіндіге калий гидроксидінің ерітіндісін құйғанда көк түсті тұнба, яғни көк түсті мыс гидроксидінің тұнбасы пайда болды дейді. Осы түзілген тұнбаны қыздырып, қара түсті мыс оксидін алды дейді. Енді бұл жерде бірнеше реакция теңдеулерін білу қажет екенбіз. Оқушының іс-әрекетінде аталған заттардың химиялық формулаларын қолданып, өзгерістерді жүзеге асыратын реакция теңдеулерін жазып, теңестіріңіз дейді. Яғни бұл жерде 4 айналым болады. Мысқа оттек қосып жандырған кезде мыс оксиді шығады. Реакцияны теңестіруді ұмытпаймыз. Мыс оксидінің алдына 2 қоямыз. 2 қоямыз. Қалғандарын реакцияның бәрі теңеседі. Яғни біріншіде мыс оксиді түзілді. Енді екінші айналымды жасаймыз. Екінші айналымда біз осы мыс оксидін аламыз. Бірақ сол мыс оксидінен көпірім S4 алу керек, яғни мыс сульфатын. Оған қышқыл қосамыз. Қышқыл қосқан кезде көпірім S4 қосылған H2O. Реакция өзі теңесіп тұр. Көпірім S4-ті алдық. Енді осы көпірім S4-ге қандай зат қосқанда бізде 4-ші зат пайда болады. Соны бірге қарастырайық. Көпірім S4-ге қосамыз калий гидроксиді. Сол кезде көпірім OH2, яғни көк тұнба түзіледі, және калий 2 S4. Реакцияны теңестіруді ұмытпаймыз. Калий OH-ның алдына біз нені қоямыз? 2-ні қоямыз. Калий OH-ның алдына 2 қойсақ, болды, реакция полын теңеседі. Енді келесі тапсырмаға өтеміз.
келесі тапсырмада бізде осы мыс гидроксидінен мыс оксидін ал деп жатыр, яғни айырылу реакциясы бойынша жазамыз. Мыс гидроксидін ыдыратқанда мыс оксиді және су бөлінеді. Реакция өзі теңесіп тұр, сондықтан алдына ешқандай коэффициент қоймаймыз. Бұл бізде баға жоғы 15 балдық, яғни биорганикалық кластың тарауы бойынша сіздермен болған Айған Зұлпиева. Бұл видеоларды асықпай өткізбей барлығын видеосын жасадық. Ал сіздерге сәттілік, келесіде жақсы видеоларды қолдау үшін бізге комментарий бөліміне өз пікіріңді қалдырып, қоңыраушаның белгісін басуды ұмытпаңыздар және достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.